Қайырлы күн достар, біз бүгін Pinduoduo сайтына каргомызды енгізетін боламыз. Ол үшін каргоға кіреміз. Енді регистрация жасаймыз. Регистрация деген кнопканы басамыз. Сөйтіп келесі бетке өтеміз. Енді өзіңіз жайлы мағлұматтарды енгізесіз. Атыңызды, электронды адресті және пароліңізді жазасыз. Пароліңізді ұмытып қалмас үшін өзіңізге бір жерге жазып алыңыз. Парольді жазғаннан кейін регистрация батырмасын басамыз. Біз міне сәтті тіркелдік. Енді біз адрес доставки енгізетін боламыз. Ол үшін жоғарыдағы 3 сызықты басамыз. Одан кейін настройкидің астындағы адрес доставкиді енгізетін боламыз. Бұл жаққа мемлекетіңізді, фамилия, имя, қай қала, адресіңізді барлық мағлұматты толық енгізесіз. Индекс пен другой ID дегенге мына видеода көрсетілгендей знактарды қоясыз. Оны яғни толтырмай кете беруге болады деген сөз. Барлығын толықтай толтырғаннан кейін сохранить батырмасын басамыз. Басты бетке өткеннен кейін енді екінші метод доставки толтырамыз. Жаңағы 3 сызыққа басып, настройкидің астындағы, яғни метод доставки деген батырманы басамыз. Әркім өзінің қаласын таңдайды. Мына Қазақстанның барлық қалалары бар. Мен Тараздан болғаннан кейін мен Тараз Фура Нұрғали дегенді бастым. Сохранить батырмасын басамыз. Бізге Таразға тек қана бірақ Фура келеді, ол жаңағы Нұрғали. Басты бетке өттік. Доставка обновлена дейді. Енді мына әркім өзінің номерін жазып алуы керек. Яғни ең бірінші тұр ғой. 322-49 деген ол менің жеке ID номерім. Бұны сохранить етіп алдым өзіме. Бұны қазір біз Pinduoduoға енгіземіз. Pinduoduo сайтына кіреміз. Өзіміздің ең соңғы тұрған домалақ неге кіргенде өзіміздің страницама кіретін боламыз. Осы жерде мен 8-ші тұрған автобустың жөніндегі местоположениенің суретіне басамыз. Жаңа плюсикке басып өтеміз. Енді бұл жердегі мағлұматтардың бәрін өшіріп, маған каргоның берген адрестерін енгізетін боламыз. 4-ші строкаға өтеміз. WhatsApp'тағы мына жазуларды көшіріп, копировать етіп, ставить етеміз. Ставить еткен кезде осы сөздердің астына бас әріппен К әріпін жазып, өздеріңіздің ID-ларыңыз жазатын боласыздар. Бұл сіздердің адрестарыңыз и ID қай нөмірлі заказ екені. Одан кейін келесі нені енгіземіз мұны. Мен жазым, көріп тұрсыздар экраннан. Ең бірінші жолға енді біз өзіміздің ID-мізді жазамыз. Жаңағы каргоның несінен копировать етіп аламыз мұны. 322-49 Тараз Мампаева деп. Немесе фамилияңыз сыймайған жағдайда өзіңіздің фамилияңызды өшіріп тастап, тек қана ID мен өзіңіздің қалаңызды ғана жазуға болады. Келесі өзіңіздің сотовый номеріңізді өшіріп, Қытайдың номерін жазасыз. Оны да WhatsApp'тағы неден ссылкадан аламыз. Қытайдың нөмірі бұл. Және бұны вставить еткеннен кейін біз Қытайдағы адресті енгізетін боламыз. Ең бірінші мына иероглифтер жаттап алсаңыздар, заттарыңыз тура келеді. Мына Г-дан басталған екіншіден біріншісі, үшіншіден бірінші қаланы таңдайсыздар және сохранитті басқаннан кейін сіз сәтті тіркелдіңіз дейді. Дәл осылай Қытайдан заттар алдыруларыңызға болады. Міне сәтті тіркелдіңіз, ары қарай заказ бере берсеңіздер болады. Менің видеом ұнаған болса лайк басып, подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде Каспи карточкамен қалай покупка жасауға болатын жөнінде видео саламын. Кездескенше.